Жұртқа жұмыс тауып берем деп мемлекеттің қаржысын жымқырған Дилнар Инсеноваға қатысты сот үкімі шықты. Айыпталушы әуелі қоғамдық қор ашып, оған 15 адамды тіркеген. Оның 5-еуі мүмкіндігі шектеулі азамат. Сөйтіп, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-21 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы аясында бөлінген 2,70,000 теңгеден астам қаражатты қолды еткен. Өзінің қылмысын толық мойындаған ол бүгін судьяның соңғы сөзін тыңдады. Мемлекетке келтірген залалды өтегені және кәмелет жасқа толмаған 2 баласы болған үшін сот жазаны жұмсартты. Сот Инсенова Дилнарды Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 189 бабы 2 бөлімі 3 пункті бойынша кінәлі деп таныды. Оны шартты түрде 2 жыл бас бостандығынан айыруды шешті. Оған қоса қоғамдық ұйымдарда жұмыс істеуіне, қоғамдық жұмыстармен айналысуға тыйым салынады. Дилнар Инсенованың адвокатының айтуынша жазаны бұдан да жеңілдетуге болар еді, бірақ айыпты ісіне еш өкінбейтінін мәлімдеген. Сондықтан үкімді қатаң шықты деп санайды. Айта кетейік, Инсенованың ашқан қорында жұмысқа тіркелген әрбір жұмыскердің жалақысының 80% өткен жылдың мамыр айынан бастап мемлекеттен аударылып отырған. Әйтсе де қор жетекшісі бұл ақшаны қалтасына басып, қорға тіркелген азаматтарға жарытып жалақы да төлемеген екен.